Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерге бүгін осындай итальянский тирамису тортының ең қарапайым жолын көрсететін боламын. Менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жұмыртқамыздың ақ уыз бен сары уызын бөліп аламыз. Ең бірінші печенье савоярдиін дайындап аламыз. Сіз қаласаңыз дүкеннен сатып алсаңыздар да болады. Болмаса мен секілді үй жағдайында өзіңіз жасап, басқа да торттарға, пирогтарға қолдансаңыздар болады. Кейін ақ уызымызға шым-шым тұз қосып, жақсылап миксерлейміз. Ыдысымыз бен миксеріміз таза және құрғақ болуы тиіс. Жақсылап көпіргенше миксерлеп аламыз. Міне біздің белогымыз дайын болып қалды. Енді шекерімізді біртіндеп қосамыз. Өлшемде 60 грамм шекер бар. Соның 50 граммын ақ уызға, 10 граммын сары уызға қосамыз. Ақ уызға қосатын шекерімізді де бірден барлығын қосып жібермейміз. Кішкене екі бөлікке бөліп қоссаңыздар болады. Барлығын қоссаңыздар біздің ақ уызымыз көтерілмей қалады. Барлығын кристалл ерігенше жақсылап миксерлейтін боламыз. Міне менің ақ уыздарым дайын болып қалды. Өте өзінің формасын жақсы ұстайды және ыдысымызды төңкерген сәтте ол жылжымайды және ағып кетпейді. Ал енді сары уыздарымызға алып қалған 10 грамм шекерімізді қосып, кристалл ерігенше және сары уызымыздың түсі өзгергенше миксерлейтін боламыз. Небәрі 2-3 минутта миксерлеп алсаңыздар болады. Видеода көріп тұрғандарыңызда енді ақ уыздан 2 ас қасықтай сары уызға қосып, жақсылап төменнен жоғары қарай араластырамыз. Ал енді ақ уызымызға ұнымызды қосамыз. Ең алдымен ситамызға ұнымызды салып аламыз. Кейін картофельный немесе кукурузный крахмалымызды ұнмен араластырып жіберіп, кейін барып ситадан майдалап өткіземіз. Ол өте маңызды. Және сіздерде жақсы әсер берсін десеңіздер, аз мөлшерде разрыхитель қоссаңыздар болады. Ал енді ұнымызды ақ уызымызға себелеп шығамыз, ситадан өткізіп, ол өте маңызды. Кейін жарты сары уызымызды да қосамыз. Кейін қайта ұнымызды себелеп, қалған сары уызымыздың барлығын қосып, ұнымыздың барлығын салып, төменнен жоғары қарай араластырамыз. Өте маңызды. Силиконовый лопатка немесе ағаш қасықпен араластырсаңыздар болады. Дәл осы сәтте пешімізді қыздырып қоямыз. Міне менде қамырым дайын болып қалды. Енді кондитерлік мешокқа салып дайындап қоямыз. Енді табамыз бен пергамент қағазын төсеп, менде насадкада 808 деген сан. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша қолдансаңыздар болады. Кейін савоярди печеньелерімізді осылай құйып шығамыз. Барлығын бірдей ұзындықта құйып шығамыз. Ал енді бетіне сахарный пудраны осылай ситадан сеуіп шығамыз. Өте маңызды. Қызып тұрған пеште 180 градусты 10-15 минутта пісіріп аламыз. Міне менде барлығы пісіп шықты. Енді қарасаңыздар, сахарный пудра қосылған және қосылмағанның үлкен айырмашылығы бар екені көрініп тұр. Және жұмсақ болып шыққан. Ал енді бұл печеньелер бізге жұмсақ күйінде емес, қытырлақ күйінде керек. Бұны қайта біз пешке жіберетін боламыз. Осылай сеткаға салып, 100 градуста 5 минутқа салып шығамыз. Кейін толық суығанын күтеміз. Менде дайын болып қалды. Енді толық суығанын күтетін боламыз. Ал оған дейін крем мен кофені дайындайық. Қайнаған суымызға 2 шай қасық кофе салып, 2 шай қасық шекерді салып, жақсылап араластырып, толық суығанын күтеміз. Ал егерде ыстық болса немесе жылы болса, біздің печеньелеріміз еріп кетеді. Сол себептен толық суығанын күтеміз. Ал енді кремімізді дайындайық. Салқын 33% сливкемізді шұңғыл ыдысқа құйып аламыз. Кейін жақсылап миксерлейміз. 2 ас қасық қаймақ қосамыз. 1 шай қасық загуститель қосамыз. Және 2 ас қасық сахарный пудра қосып, жақсылап 2-3 минутта миксерлейміз. Дәл осында шұңғыл ыдысқа дайындасаңыздар, сіздерде тез әрі ешқайда шашырамай дайын болады крем.
Ал енді ыдысымызға осылай формамызды қойып алып, шетіне кремдерімізді жағып шығамыз. Кейін савоярди печеньелерімізді қалауыңызша турап алсаңыздар болады. Болмаса дәл менікіндей осылай тізіп шықсаңыздар да болады. Толық суыған салқын кофемізге печеньелерімізді 1-2 секундқа батырып, ыдыстың ішіне қалап шығамыз. Біздің кофеміз толық суы тиіс, яғни салқын болу керек. Кейін кремімізді жағып шығамыз. Кремді көп мөлшерде жағып шықсаңыздар болады. Және қайталап печеньелерімізді кофеге батырып, қайтадан ішіне қалап, қайтадан кремімізді жағып шығамыз. 2-3 слойда жасасаңыздар болады. Ал енді тортымыздың бетін тегістеп шығамыз. Ыдысымыздың қақпағын жауып, холодильникке 7-8 сағатқа сақтаймыз. Менде 1 күн өтті. Енді тортымыздың бетін әсемдеуге кірісейік. Ең алдымен какаоны осылай ситадан өткізіп шығамыз. Ал енді формадан шешеміз. Абайлап, байқап шешіңіздер, ақырындап, себебі біздің печеньелеріміз өте жұмсақ болып тұрады. Кейін әсеміне кіріссеңіздер болады. Бетіне өз қалауларыңыз бойынша жеміс-жидек қолдансаңыздар болады. Мен клубника қойып шықтым. Ал енді тортымыздың ең ерекше бөлігі қызыл лентамызды байлап алайық. Сіздерге ұнады деген сенімдемін. Міне біздің тирамису тортымыз дайын болды. Ұнаса лайк қойып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Ең бастысы, басқа да қызықты видеоларымды жіберіп алмаш үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздермен болған Жанерке, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.